Қайырлы күн достар. Бүгін біздің кезекті кездесуіміз. Бүгін сіздерге Travelum компаниясына жайлы ақпаратпен мен бөлісетін боламын. Travelum компаниясының амбассадоры Сальвия Тенербергенова. Ал енді менің экраныма назар аударыңыздар. Біздің компаниямыздың керемет девизі бар. Көбірек саяхаттаңыз, керемет саяхаттаңыз және арзанырақ саяхаттаңыз. Әрбір адамның жүрегіне жылулық орнататын девиз. Себебі Travelum компания сіздің өміріңізді жақсартатын компания. Компаниямыздың негізін қалаушы Дэвид және Аделла Харт. ақштық кәсіпкерлер. Компанияның негізі 2013 жылы наурыз айында қаланған болатын. Қазіргі таңда компания 7 құрлықта жұмыс жасауда. Компанияның бас кеңсесі Темекула қаласы, Калифорния штатында орналасқан. Еуропа одағына ашылған кеңсе Мадрид қаласында және Орта Азия кеңсесі ол Алматы қаласында 2024 жылдан бастап өз есігін ашқан болатын. Қазіргі 2024 жылдың бір жылдың өзінде Travelum компаниясына 25 мыңнан астам жаңа клиент қосылуда. Туризм индустриясы ол ең қарқынды дамып келе жатқан индустрия. Bloomberg агенттігінің мәліметі бойынша, қазіргі таңда тауар айналымы туризм индустриясында 10 триллионнан асып түсуде. Ал жақын жылдарда ол 15 триллионнан асып түседі деген болжам бар. Себебі бұл армандағы бизнес. Армандағы бизнесті түсіндіру оңай және жасау қызықты. Әрине, қазіргі өте маңызды бір жайт ол үйден жүргізілетін бизнес. Яғни бұл сіздің жасыңызға, қабілетіңізге, қай жерде тұрасыз, оған ешқандай қатысы жоқ. Сіз интернет болса болғаны болды, 7 құрлықта да команда құрып бизнес жасай аласыз. Және сол 7 құрлықта саяхаттай аласыз. Уоррен Баффет айтқандай, егер сіз ұйықтап жатып ақша табудың жолын таппасаңыз, өміріңіздің соңына дейін жұмыс істеуге тура келеді дейді. Яғни осы пассивті кіріс үшін көпшілік қазір біздің компаниямызға қосылуда. Ал енді сіз компания мүшесі болған сәттен сізге біздің мына платформаларға қол жеткізесіз. Бұл курорттар, 2000-нан астам курорттар, қонақ үйлер, круиздер, автокөлік жалдау, саябақтар, турлар, белсенді демалыс, ойын-сауық орталықтар. Яғни саяхатқа қажетті бар қызметті осы бір платформадан таба аласыз. Travelum компаниясының артықшылықтары және бұл не? Travelum компаниясына әрбіріміз серіктес боламыз. Және платина пакет иегерлері жылына 2 рет өте жоғарғы деңгейде қонақ үйлерде демалуға мүмкіншілік алады. Туристік ұпайларды табу, яғни ұпай жинау саяхатқа. 60%-ға дейін үнемдеу және 3% қайтарым алу, яғни турагент бағасымен қонақ үйлерді сатып алуға мүмкіншілік. Әрине, бизнес мүмкіншілік. Әлемнің кез келген нүктесінен 24/7 ақша табуға, пассивті кіріс табуға мүмкіншілік. Соның ішінде бірінші сайтымыз біздің туристік сайт деп аталады. Туристік сайт бұл бүкіл әлемде қонақ үйлер, өз елімізден бастап өзге елдердің ішіндегі қонақ үйлер, автокөлік жалдау, белсенді демалыс, круиз, ойын-сауық орталықтары. Бұл жерде сіз 0-ден 60%-ға дейін жеңілдіктер кездестіре аласыз. Және одан да жоғары жеңілдіктер болуы мүмкін. 3 миллионнан астам отель мен қонақ үй мен курорттар бүкіл әлемде. Және осы жерде туристік сайтта әрбір сатылым алған сайын соның шығыныңыздан 3%-ын қайтару, яғни кэшбэк деп атаймыз. Және ол кэшбэкті сол сәтте пайдалансаңыз болады. Міне 1-2 мысалға назар аударайық. Бұл біздің туристік сайтта, Expedia сайтымен біздің сайтта сол бір қонақ үй белгілі бір датаға Expedia сайтында $4463 құраса бағасы, ал Travelum сайтындағы бағасы $2326 құрайды. Яғни бір бронның өзінен сіз 50% жеңілдікке ие болдыңыз. 50% үнемдедіңіз.
және бұған 3% қайтарылымды қосасыз. Екінші, біздің Paramount қонақ үйі Expedia сайтында $5047 тұрса, Travelodge сайтында $1923 құрайды. Яғни, осы бір жұмалық саяхатыңызда сіз $3123 үнемдедіңіз, және осының үстіне 3% шығынды қайтару қосылады. Және де біздің Travelodge компаниясына қонақ қылып кез келген жанды шақыруыңызға болады. Ол сіздің сілтемеңіз бойынша тіркеліп, осы туристік сайтпен пайдалануға мүмкіншілік алады. Яғни, мына біздің қонақ үйімізде сіздің жеңілдігіңіз 70%-ді құраса, сіздің қонағыңыздың жеңілдігі 35%-ді құрайды. Ал қалған 35% ол сізге бонус болып шотыңызға түсетін болады. Яғни, бұл жерде қонақтарды шақыра отырып та табыс табуға мүмкіншілігі бар. Келесі біздің платформамыз бұл Getaway деп аталады. Бұл армандағы платформа. Яғни, сіз жинақтаған ұпайларыңызбен осы жерден демалыс сатып алу. Яғни, бұл сайттың ерекшелігі, бұл жерде 2 адамнан 8 адамға дейін орналасуға болатын қонақ үйлер мен апартаменттер табуға болады. Біздің бағаларымыз Getaway порталында, егер сізде туристік балдар болса, сол балдарды пайдалана отырып, Канар аралдарында 8 күн 7 түндік демалысыңыз небәрі $7 және салықты құрайды. Өзіңіз елестетіңізші, $7 сіз 8 күндік демалыс Канар аралында демала аласыз. Және ол бір адамға емес, ол кемінде 2 ересек, немесе 2 ересек 1, немесе 2 балаға арналған болады. Мексикада Кабо Сан-Лукас 1 бөлмелі люкс 7 түнге сізге $149 ғана қолжетімді. Флорида штатында Орландо қаласында 2 бөлмелі люкс сізге небәрі $142 қолжетімді. Осындай керемет бағалар біздің Getaway порталында бар. Келесі, жинақталған туристік балыңызбен төлеп алуға болатын келесі біздің сайтымыз бұл әлемдік саяхаттар. World Tours бұл арнайы тек қана біздің серіктестер үшін 6 немесе 12 ай бұрын алдын ала ең жоғарғы деңгейде қонақ үйлерден бөлмелер брондау жолымен сіз осындай коллективті ұжымдық демалысқа бара аласыз. Бұл жерде бізде 100-ден 400 адамға дейін әрбір осындай әлемдік турға саяхатқа аттанады. Және де айтып өтейік, бұл жерде әрқашан ең жоғарғы деңгейдегі қонақ үйлер. Ол өздеріңіз жақсы білетін Rixos, Movenpick, Marriott, және Ritz-Carlton, Sheraton, сондай әйгілі, атақты, өте жоғарғы деңгейдегі қонақ үйлер. Әлемдік саяхаттарды сіз жинақтаған ұпайларыңызбен қоса отырып, картаңызда небәрі $49 төлей отыра, Дубайда 7 күндік 5 жұлдызды қонақ үйде осындай демалысқа ие боласыз. Испания, Малага 5 жұлдызды қонақ үй 5 күнге небәрі $99. Ал Каолак курортында сіз небәрі $129-ға 2 ересек 1 бала 5 жұлдызды қонақ үйде 5 күн бойы демаласыз. Осындай керемет бағалар сізге ұнаса, онда өзіңізге біздің 3 пакетіміздің бірін таңдайсыз. Бұл жерде күміс, титан және платина пакеті. Менің өзімнің пакетім платина, сондықтан мен көпшілікке осы пакетті ұсынамын, себебі бұл пакетте сізде ең жоғарғы жеңілдіктерге ие боласыз. Платина пакетін сатып алу үшін өміріңізде бір рет $270 сатып аласыз. Және осы пакетті титан және платинум пакетін сатып ала отыра, сіз ынталандыру сапарына да ие боласыз. Яғни ол сізге компаниядан беретін, сыйға беретін қонақ үй. Яғни тіркелген сәттен 14 күннен кейін сол саяхатыңызды таңдасаңыз болады.
Ол таңдау да өз қолыңызда, себебі оны сіз 45 мемлекет ішінен таңдап аласыз. Париж қажет пе, Мекке қажет пе, Мальдивы қажет пе, немесе Дубай қажет пе, осы елдердің барлығы бар. 45 елден таңдап аласыз. Және платина пакетіне сіз $270 өміріңізде бір рет сатып алдыңыз, және бизнес орнын сатып алу үшін $100. Яғни платинум толық пакеті $370 құрайды. Және әрбір пакеттің өзінің ай сайынғы төлемі бар. Ай сайынғы төлемі платина пакетінде $135 құрайды. Яғни сіз сервистік төлемді төлей отыра, ақшаңыз өзіңізге қайта келеді десек болады. Себебі сіз ай сайын төлеміңізді төлеген сайын компания сізге 270 саяхат ұпайларын береді. Саяхат ұпай дегеніміз кәдімгідей ішкі траурим ішінде пайдаланатын сіздің ақшаңыз, саяхатқа төлей аласыз. Кез келген турды осымен жаңағы Getaway және әлемдік турлар сайтынан сатып алуға мүмкіншілік. Және де серіктес бола отырып, сіз мына ай сайынғы төлемді осы компания тарапынан да алуға мүмкіншілігіңіз бар. Ол үшін не жасау керек десеңіз, ол үшін өзіңізге ұнаған дүниемен айналаңыздағы 3 ең жақын адаммен бөлісу. Яғни сізге ұнаған ақпарат сіздің жаныңыздағы жақындарыңызға да ұнайды деп сенеміз. Әрбірі дәл сіз сияқты платинум пакетімен тіркелді. Әрбір тіркелімге компания сізге шақырту жасағаныңыз үшін әрбір шақыртылымға $50 сізге табыс төлейді. Және де осы үшінші партнеріңіз командаңызға қосылған сәттен бастап компания сізге енді күн сайын $445 төлейтін болады. Біз сізге айтқан пассивті табыс сізде басталды. Ол сіздің өміріңізде бір рет шақырған 3 адам неше жыл саяхаттаса да үздіксіз сізге төленетін төлем. 445 күн сайын 30 күнге көбейтетін болсаңыз $135 құрайды. $135 жинақталып, сіздің айлық төлеміңіз осыдан алынып отыратын болады. Яғни сіз енді қалтаңыздан ақша шығармасаңыз да сізге ай сайын 270 саяхат ұпайлары келіп отырады. 6 айда сізге бір жақсы саяхатқа аттануға болатын мүмкіншілік. Яғни әрі қарай тек қана саяхаттаймын емес, және де бизнес құрамын десеңіз, компанияның келесі дәрежесіне ие боласыз. Ол 1 жұлдызды директор. Бұл жерде сіздің оң жақ, сол жақыңызда небәрі 8 серіктестен. Сол 16 серіктестің ішінде міндетті түрде 4-еуі сіздің жеке шақыруыңыз болу шарт. Сізде алғашқыда шақырған 3 шақыртушыңыз бар. Енді сіз бір шақырту қосып, осы дәрежеге ие боласыз. Енді сіздің пассивті табысыңыз, күнделікті пассивті табысыңыз $4,5 $10 өсетін болады. Яғни сіз осы 1 жұлдызды директор дәрежесінде ай сайын $300 мен $700 арасында табыс таба аласыз. Әрі қарай ешқандай мерзім жоқ. Келесі статусты бағындырғанша сіз осы табысқа иесіз. Және келесі сіздің дәрежеңіз 2 жұлдызды директор. Бұл жерде не бәрі 25 серіктес оң жақта, 25 серіктес сол жақта. Соның ішінде 5-еуі сіздің жеке шақыртылған қонақтарыңыз. Яғни және бір жаңа серіктес өзіңіз жеке шақырдыңыз. Енді сіздің күн сайынғы төлеміңіз, пассивті кірісіңіз $25 құрайды, және айлық табысыңыз $700 мен $2,000 арасында болады. Әрі қарай сіз 3 жұлдызды директор статусын бағындырдыңыз. Бұл жерде сіздің күнделікті пассивті кірісіңіз $70 көтерілді. Күн сайын таң атқанда шотыңызды ашсаңыз, кабинетіңізде $70 тұрады. $70 сіз осы дәрежеде күніне $70 тауып, айына $2,100 мен $4,500 аралығында табыс таба аласыз. Әрі қарай сіз 4 жұлдызды директорға жеткенше осы табысты алып отыра бересіз. Және де командаңызбен қарқынды жұмыс жасап, бір күні 4 жұлдызды директор дәрежесіне жеттіңіз. Бұл жерде енді сіздің пассивті кірісіңіздің өзі күнделікті $100 құрайды. Яғни бір табыстың өзінен бір айда сіз $3,000 үстінде табыс таба аласыз. Және басқа
Бонустарды қоса отырып, осы дәрежедегі сіздің табысыңыз 3100-ден $6000 дейін құрауды әлде мүмкін. Яғни сіз амбассадор статусына, дәрежесіне бір-ақ қадам қалды. Келесі сіздің қадамыңызбен сіз амбассадор дәрежесіне ие болдыңыз. Амбассадор дәрежесі небәрі оң жақ сол жақтан 188, бұл командалық партнерлар. Соның ішінде сіздің жеке шақыртуыңыз 9, яғни сізде 8 болса, 4 жұлдызды директорда, енді амбассадорда сізде 9. 9 партнермен сіз амбассадор статусына ие болдыңыз. Яғни енді сіз пассивті кірістің өзінен күніне $140 аласыз. Және басқа төлемдердің бәрімен қосыла отырып, сіздің айлық табысыңыз $9000 мен $12000 аралығында болуы мүмкін. Және де осы бонустармен шектелмейді. Амбассадорларға арнайы компанияның өзінің тағы да сыйлары бар. Ол жыл сайынғы 2 адамға демалыс. Жаһандық бонустар. Яғни сіз ай сайынғы компанияның табысынан өз үлесіңізді алып отырасыз. Бұл ең жоғарғы дәреже емес, бірақ соған қарамай, сіз өз үлесіңізді табыстан алып отырсыз. Және бір елші акциясы. Командаңызды үйретіп, жол көрсетіп, тренинг, білім берген үшін компанияның төлейтін ақысы. Және де кез келген адамның ойынан шығатын Луи Виттон сыйлығы. Әрбір жыл сайынғы амбассадорлар жиналысында Луи Виттон пати өткізіледі. Сол жерде әрбір амбассадорға, алғаш жатқан амбассадорға $3000 чек беріледі. Сол чекке өзінің Луи Виттон дүкенінен қалаған сыйлығын алуға мүмкіншілік алады. Ал алдыңызда тұрған керемет Омега брендінен қол сағаттары сізге 3 жұлдызды амбассадор болған сәтте компания тарапынан сыйланатын болады. Осындай керемет сыйлықтар мен мүмкіншілікті ұсынып жатқан біздің Travelling компаниясы. Компанияның амбассадор статусы ең жоғарғы статус емес. Қазіргі таңда міне амбассадор 5 жұлдыз статусын бағындырған 2 жан бар. Сол 2 жанның жылдық табысы қазір $1 миллион мен $1,5 миллион арасында. Өзіңіз бір сәтке елестетіңізші, небәрі $370 бизнес аша отыра, қазіргі жылдық табысы ол кісілердің $1 миллион үстінде болып отыр. Ал жыл сайын, тіпті ай сайын біздің командамызға жаңа серіктестер қосылуда. 2024 жылы 25 мыңнан асса, 2025 жыл бұл көрсеткіш одан да жоғары болады деп сенеміз. Және керемет өмір сүру үшін арналған компания. Бүгінгі біздің ақпаратымыз сізге ұнаса, онда міндетті түрде осы сілтемені жіберген адаммен хабарласып, толықтырақ біліп, біздің арамызға тез қосылуға асық болыңыздар. Ал мен сіздермен қоштасамын. Келесі эфирларда кездескенше сау саламатта болыңыздар деймін.